Есептің берілгенін оқиық. Қалыпты жағдайда массасы 5,5 грамм газдың көлемі 2,8 литр. Газдың мольдік массасы қандай дейді. Бұл есепті шығармас бұрын ең алдымен зат мөлшерінің формуласын жазып алайық. N тең масса бөлінген малярлық масса тең болады көлем бөлінген малярлық көлем тең N бөлу N авогадро, яғни 6,23. Енді бұл үш формуланы бірге не үшін жаздық? Бізде газдың массасы бар, белгісіз газдың, және көлемі бар. Осы қатынас арқылы малярлық массаны анықтау керек. Малярлық массаны табу үшін бұл формуланы қалай түрлендіреміз? Қарсы тұрған көлемді бөліміне жазамыз, бөлшектің В. Сосын масса мен малярлық көлемді көбейтеміз бір-бірімен. Кез келген газдың 1 моль 22,4 литр көлем алатын еске түсіріп, формуланы осылай жазып қояйық. Енді массаның орнына 5,5 грамм. 22,4 өзін жазып көбейтеміз. Оны бөлеміз, көлем масында бөлімінде 2,8-ді. 5,5 көбейту 22,4 бөлу 2,8 тең болады 44. Белгісіз газдың малярлық массасы 44 грамм моль. Ол көмірқышқыл газы болуы мүмкін, немесе басқа да бір көмірсутек болуы мүмкін. Жауап міне С нұсқасында орналасқан.